түрде менің инстаграм парақшама тіркеліңіздер, осы видеоның астында сілтемесі тұр. Сол жерде көптеген пайдалы ақпараттармен мен бөлісем. Жақын арада сұрақ-жауап рубрикасын жасадым, және де маған бір сұрақ келді жас жігіттен, өзіме ұнады, соны жауап бердім стористе, бірақ одан көбірек, толығырақ жауапты осында YouTube парақшама салайын деп шештім, сізге оқып шығайын. Сәлеметсіз, қыздарды қалай қаратуға болады? Мен сөйлескен қыздардың барлығы отказ болады. Менің оқырман арасында өте көп жас жігіттер оқиды. Олар әрине жыныстық сауаттылық алады, қарым-қатынасты жақсарту үшін. Сол үшін осы видеода мен әпке ретінде, апа ретінде, және сонымен қатар достар, әйел қауыммен қанша жылдар бойы жұмыс жасап жатырмын. Өзім әйел болған соң, әрине әйел қауымның артынан сізге бір пайдалы білім ретінде осы видеоны түсіріп жатырмын. Ең алдымен қыздар қандай жігіттерді ұнатады? Өте өзекті сұрақ. Мына жерде ең бірінші өзіне сенімді. Сенімсіз адамдар в общем ешкімге ұнамайды, айтсаңызшы, қыздарға болсын, жігіттерге де болсын. Бірақ сенімсіз қыздар кішкене басқа вайб, то сенімсіз жігіттерде мүлдем басқа. Сол үшін жігіт тарапынан, еркек тарапынан өзіне сенімділік, өзіне құндылық деген болу керек. Яғни мен еркектік қасиет, талпыну, тырысу қасиеті, бұл бәрі сенімдікті береді. Сенім тағы да не береді? Әрине, бұл сіздің біліміңіз, бұл сіздің ақша табу жолдарыңыз. Қаншалықты сіз өзіңізге мақсат қойдыңыз, қаншалықты бүкіл энергияны мақсатқа қойып, оған жету, әрекет ету. Қаншама жас жігіттер, мен кейбір кезде комментарий оқимын, тоже ойланамын, немен айналысып жатыр, вообще мақсаты бар ма, ой қандай, таң қалам. Солай болады, әрине ондай әйелдер сондайдан қашады. Себебі неде? Себебі әр әйелге өте маңызды еркек. Себебі ол жаратылыс тұрғыдан әйел адам, ол қалай қарайды еркекке? Ертең тұрмыс құрғанда, ертең бала болғанда, ол қалай болады? Қандай болады? Өзіне сенімді еркек адамға әйел адам всегда спокойно жүреді. Әйел адам қалай ойлайды, психологиясы осы еркектің қасында, я спокойно, мен өзімді спокойно сезінемін. Себебі бұл еркек адам ақша таба алады, далада қалмаймыз деген сен, мен бала-шағам бәрі аман есен болады. Себебі осы еркектің қаншалықты өзіне сенімді, соншалықты ол әрекет етуші. Және ма, достар, бұл ең біріншісі. Екіншісі жауапкершілік. Жауапкершілік негізінен өкінішке орай, мен кейбір кезде сұрақтарды қойғанда еркектер былай сұрайды, қыздарды қалай төсекке апарғызуға болады, қалай төсекке. Сол кезде ойлаймын, айналайын, қайдағы төсекке апару, жауапкершілік қайда? Әсіресе қыздығы бар қыздар болса. Даже не то, что қыздығы бар. Ладно, көп қыздар сөйтіп жатып, сосын ертең сіз не істейсіз? Үйленесіз ба? Үйленбейсіз ба? Жауапкершілік. Жүкті болып қалса қалай? Оны ойлайтын ешкім жоқ. Мақсаты тек төсекке апару. Мына жерде кішкене тереңірек қараңыз. Бұл шыны керек, әйел адам осындайды көрсе, өте көз қарасыңыз сізге деген ауысады. Қандай екен, то есть жауапкершілікті алатын жігіт. Ертең мен тастап кетпейді, ертең мен жүкті болып қалсам, аборт жаса деп айтпайды, түсік жаса деп айтпайды, то есть үйленіп баланы алады. То есть соны ойлаңыз. Жауапкершілік өз денсаулығыңызға, түрлі былай жатып, сосын ауру болсаңыз әйеліне. То есть осындай жауапкершілік и денсаулық тарапынан, то есть бүкіл тарапынан қарастыруыңыз керексіз. Бұл өте маңызды. И жігіттер, жас жігіттерге айтамын, әйелдер оны сезеді. И, конечно, сізбен ары қарай сөйлесе ме, сөйлеспей ме, осыған көп мән береді. То есть әйел адам даже оны түсінбесе, подсознательно, түп сана бойынша ол уже қарайды. Так, мынау что-то сенетін жігіт емес, оған что-то нет. Егер де сенбейтін болса, сіз қалай ертең бірге боласыз? Сол үшін мына жерде жауапкершілік алуды әрқашанда қарастырыңыз. Үшінші себеп, қандай жігіттер қыздарға ұнайды? Бұл көп сөйлемей әрекет жасайтын жігіттер. Инстаграм вообще қазір социальный сеть көрсеңіз, көбісі күледі ғой, вот реакция, жіберіп, отсын, қандай ана. В общем, Инстаграмда өте белсенді, бірақ әрекетте ештеңе жасамайды. Даже кофеге, киноға шақырмайды. Просто бір жерге кездесейік, көрейік, сөйлесейік деген жоқ. То есть только реакция. Это все тоже сөз.
әрекет жасау, да? Әрекет бұл сіз қызға деген көзқарасыңыз, қандай сіз сөйлескеніңіз, қандай адамгершілік, то есть оны сіз тек қана кездесіп көре аласыз, да? Адаммен әрекет жасап, бір шығып бір жерге, да? То есть осылай әрекет жасау. Тек қана онлайн все равно уже қыздардың алдында сіз бүйтіп уже как-то деңгей как-то несерьезно сияқты болып қалады. Ал мүмкін ұнаған қыз болсаңыз, өзіңіз білетін шығарсыңыз, жігіттер, ұнаған қыз болса, кәдімгідей әрекет жасайсың, да? Вот, так что мына жерде басқа сұрақ, сіз қаншалықты ұнайтын қыздың артынан да жүріп жатсыз, там ухаживаете. Егер де особо ештеңе жасағыңыз келмейді, онда өзіңіздің миыңызды шірітпеңіз, ана қыздың да миыңызды шірітпеңіз, да? Бір-бірін қатты ұнамаса, уақытты просто босқа өткізбеңіз, одан әрі жұмысыңызға, оқуыңызға, жеке дамуыңызға көңіл бөліңіз. Төртінші себеп қыздарға ұнайтын жігіттер бұл әйел қауымын құрметтейтін. Әйел қауымын құрметтейтін. Не так, ой, сен осындайсың деген емес. Қаншалықты сіз әйелді құрметтейсіз, қалай мамаңызды құрметтеңіз, әжеңізді, апаларыңызды, қарындастарыңызды, бұл бәрі әсер етеді. Әйел адам оған қарайды. Сіз қаншалықты әйелге көзқарасыңыз, құрметіңіз, то есть бүкіл сіздің ойларыңыз әйел қауымы общий. Не так, что вот сен әйелсің, сен осындайсың, сен мына маған міндетсің. Көп қыздар айналайын, керек емес, қашат сондай жігіттен. Да, то есть құрмет білдіру, жаратылыс, Алланың жаратылысы, осындай нәзік жан, да, ол біздің жаратылысымызда әйелдің қабылдаған, құрметтеген жігітті, қыздар осындай жігіттерді әрине ұнатады. Осы бәрін қорытындыда келсек, әрине байқасаңыз, бұл психология тұрғыдан қарым-қатынасты орнату, әрине бұл жеке даму. Жігіттер, сіздің мақсатыңыз шынымен де, мына жерде меркантильный ой, тек осындайды ақшаны ойлап қалған деп ойлау мүмкін да көбісі, бірақ шынымен де жаратылыс деген нәрсе бар. Еркек и әйел, да, еркек адам бар, жаратылыс сондай, ол охотник дегендей. Бұл яғни үйді береді, тамақты әкеледі үйге, киім да әкеледі. Бұл еркектің жаратылысы сондай. Біз оны ештеңе айта алмаймыз. Біз айтпаймыз, әйел адам оны жасасын. Бұл еркек жасаудың, бұл міндетті еркектің. Дұрыс па? Дұрыс. Әрине, сіз мына жерде менімен келіспесеңіз, пікір қалдырыңыз, мен оқиын, да. Бұл не деген сөз? Әйел адам, жас қыз, үйленетін ниеті бар болса, жас қыз бүйтіп жігіттерді қарастырған. Қалай қарайды? Мен осы жігітпен спокойно сезінем ба? Мен далада қалмайым ба? Аш қалмайым ба? Менің жағдайымды жасай ма? Тек мен емес, болашақ балаларым. Любой әйел, бізде ол встроенный система, біз сразу болашақ балаларымызды ойлап қаламыз. А балаларыма қалай болады екен? Ол қандай әке болады, да? Ол қалай жағдайымызды жасайды? Ол бәрі уже біздің генетически, уже жаратылыспен сіңдірген нәрсе, да? То есть сол үшін мен всегда айтамын жас жігіттерге, көп көңіл соған бөліңіз. Көп соған жауапкершілік, ақша табу, қаншалықты сіз әрекет жасайтын жігітсіз. Любой қыз осындай жігітті көріп, по-любому қарайды көзі, по-любому көзі түседі, по-любому ойлайды, ой, ана жігіт қалай екен, уже бүйтіп бақылап жүреді. Осындай жігіт болыңыз. Жай ма? Осы видео сізге ұнаса, міндетті түрде пікір қалдыңыз, лайк басыңыз, және де жаңа видеоны жіберіп алмас үшін колокольчикті басыңыз. Ал тағы қандай ақпарат сізге қызық, қандай сұрақтар бар болса, міндетті түрде жаңа тақырыпты жазыңыз, комментарий оқып, осындай жаңа видеоны сіздерге жазып тұрам. Рахмет, сау болыңыз.